Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбек қызы. Бүгінгі видеода шоколадный мусс дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге керек шоколад, сүт және де жұмыртқа, осындай 33% сливки қажет болады. Міндетті түрде 33% болуы қажет. Енді таза табағымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Осындай әппақ көпік пена пайда болған кезде тоқтататын боламыз. Және де жай отта осындай ыстатын боламыз сүтімізді. Міндетті түрде қайнатпайсыздар, тек қана ыстамыз. Біздің шоколадымыз еруі қажет. Осы ысытқаннан кейін оның үстіне шоколадымыздың барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Шоколадымызды ерітіп алатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Сливкимізді таза табағымызға құйып, жақсылап миксерлеп, қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Қоюланғаннан кейін жылы шоколадымызды оның үстіне құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Венчикпен миксерлемейсіздер, тек қана осындай лопатканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Үстіп араластырғаннан кейін біздің енді ыдысымызды дайындайтын боламыз. Мен осындай ыдыстарға құйдым. Өз еріктеріңізбен құясыздар. Қандай ыдыс болса да өз қалауларыңызша болады. Мен осылай ыдыстарға құйып, ортасына орех салып жібердім. Жаңғақты үгітіп, болмаса басқа да банан, фрукты салып жіберсеңіздер де өте әдемі болатын болады. Өз қалауларыңызша, болмаса салмай қойсаңыздар да бұл әдемі болып шығады. Дайын болған шоколадты муссымыздың бетін өз қалауларыңызша сәндеп, және де пищевой пленкаға орап, холодильникке кем дегенде 6 сағатқа қойып алатын боламыз. Мінекей біздің шоколадты муссымыз дайын болды, тоңазытқышта тұрды. Енді дәмін көрсеңіздер болады. Өте керемет, сөзсіз дәмді болып шықты. Біздің балапандарға өте қатты ұнады. Қысқасы сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі мороженыйдан, нутелланың дәміне өте қатты ұқсайды. Сіздермен болған келінка Майра Құлан. Құландық келіннен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, міндетті түрде комментарийге жаза кетіңіздер. Және де менің арнамда көптеген шоколадтан жасалған рецепттер өте көп.